Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі ұйымдастырылған оқу қызметіміздің тақырыбы ғажайып пішіндер. Балалар, олай болса мен сендерге жұмбақ жасырайын. Атына сай балалар, үш бұрыш үш жағы бар, ол пішінді кім табар? Жарайсыңдар балалар. Төрт бұрышы бар, төрт қабырғасы бар, бұл қай пішін? Өте жақсы балалар. Допқа өзі ұқсайды, ерекше бір пішін бар, атын оның атаңдар. Қандай керемет балалар, өте жақсы айттыңдар. Балалар, олай болса, оқу қызметімізде пішіндермен толық танысатын боламыз. Ендеше балалар, экранымды көрейік. Сәлем балақай, біз бүгін түрлі пішіндермен танысамыз. Шеңбер, үш бұрыш, шаршы, тік төрт бұрыш. Жарайсыңдар балалар. Енді балалар суреттерге назар аударайық. Шеңбер, шаршы, үш бұрыш, тік бұрыш, Балалар, енді суретке назар аударайықшы. Пішіндер арқылы сурет салуға болады екен. Көбелек салуға болады екен. Балапан, балық, және де қонжық және күшік салуға болады екен. Мінекей балалар, шеңбер арқылы пішіндермен таныстық. Енді балалар, пішіндер арқылы құстарға ұя жасайық және өлең шумағын қайталайық. Құстарға ұя жасайық, үстіне қойып үш бұрыш. Әдемі үйшік болады, астына қойсаң төрт бұрыш. Құс келсін десең ұяға, дөңгелек қой ортаға. Балалар, суретте қанша геометриялық фигуралар бар? Санайық та атап айтайық.